Алтыншы есеп. Теңсіздіктің барлық натурал шешімдерінің қосындысын табыңыз. Біз мұнда теңсіздікті көріп тұрмыз, жазып алайық. 2х минус 1 бөлімінде 5 кіші 2-ден. Бұл теңсіздікті шешу үшін біз бөліміндегі 5-тен құтылуымыз керек. Ол үшін теңсіздіктің оң жағында, сол жағында 5-ке көбейтеміз. Онда 2х минус 1 қалады мұнда. 5 пен 5 қысқарады, ал 2-ні 5-ке көбейтсек 10 болады. Енді бұны дәл теңдеу сияқты шешеміз, яғни белгілерін бір жаққа, белгістерін екінші жаққа. 2х кіші 10 плюс 1. 2х кіші 11-ден. Х кіші 5,5-тен. 11-ді 2-ге бөлсек 5,5 болады. Енді сандық сәулесі зайық. Мұнда 0 болсын. Мұнда 1, 2, 3, 4, 5 және 5,5. Мына бір аралықта болсын. 5,5. Х осы нүктеден кіші болып тұр, демек ол міне сандық сәуленің сол жағы. Ал бізге теңсіздіктің барлық натурал шешімдерінің қосындысын табыңыз дейді. Х тиісті минус шексіздіктен 5,5-ке дейінгі аралықта. Бірақ бұл аралықтағы бізге натурал шешімдерінің қосындысы керек. Ендеше натурал шешімдері дегеніміз ол 0, 1, 2, 3, 4, 5. Осы сандардың қосындысы керек бізге. 0 қосамыз 1, қосамыз 2, қосамыз 3, қосамыз 4, қосамыз 5. 1-ге 2-ні қосамыз 3 болады, 3-ге 3-ті қосамыз 6, 6-ға 4-ті қосамыз 10, 10-ға 5-ті қосамыз 15. Сонда барлық натурал шешімдерінің қосындысы 15 екен. Нұсқалардың ішіндегі дұрысы Б нұсқасы.